Бәріңізге сәлем, сіздермен Айдана. Бүгін біз сіздермен яблочный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші 5 жұмыртқамызды салып, оған қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ақ болғанша араластырамыз. Және де болғаннан соң сары майымызды ерітіп құямыз. Оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызға разрыхителімізді салып, аз-аздан сала отыра, осылай қозғап араластыратын боламыз. Біркелкі масса шығу керек. Болғаннан кейін біз алмаларымызды турап, салып алып, астынан жоғарыға қарай осылай қозғайтын боламыз. Араластырып болғаннан соң формамызға майымызды жағып, осылай барлық массамызды тегістеп қойып шығамыз. Әсемдік үшін бетіне алма салсаңыздар болады. Болғаннан соң пешімізді 180 градусқа қыздырып алып, 30-40 минут пісіретін боламыз. Міне дайын. Осындай әдемі болып шықты. Енді формасынан алып, бетіне әсемдеп, сахарный пудра сепсеңіздер болады. Осындай болып шықты біздің пирогымыз. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Көргендеріңіз үшін рахмет.